Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жеңіл грузинский салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен қиярымызды ортасынан екіге жарамыз, одан кейін орташа етіп турап аламыз. Дайындап қойған ыдысымызға саламыз. Қызанақтарымызды да қиярдың көлемінде етіп турайтын боламыз. Барлығын турап, қиярымыздың үстіне саламыз. Келесі қызыл пиязымызды да жіңішкелеп турап, үстіне саламыз. Кинзамызды да орташа көлемде етіп турап, үстіне салатын боламыз. Соусын дайындаймыз. Ол үшін бөлек кішкентай ыдысқа грек жаңғағының дәндерін саламыз. 1 түс жет чесногымызды және лимонның суын қосатын боламыз. Және 3 ас қасық зәйтүн майын қосып, блендермен езіп алатын боламыз. Соусымыз дайын болды. Ол осындай қою болады. Ол осындай қою болғанымен уайымдамаңыздар, араластырған уақытта жақсы араласатын болады. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл әрі дәмді салат. Ауызашарға жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі тағамдардың рецептерін салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын. Қасиетті айда ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын.